конустың өзіне анықтама берейік. Ең алдымен конус, так, егер де дейді тікбұрышты, үшбұрышты алып саламатсыздар ма құрметті оқушылар, бүгін сіздермен біздің өтетін кезекті тақырыбымыз конус тақырыбы. Конус дегеніміз бізде тік белгілі бір тікбұрыш, үшбұрышты алып, оны бір катет арқылы бекітіп, яғни қатырма екі нүктеден қатырып салып, шеге қақып салып немесе осы катет арқылы, яғни бекітілген катет арқылы айналдырғанда тікбұрыш, үшбұрышын сызатын фигураны не деп атайды екен? Конус деп атайды екен. Түсінікті ғой жалпы? Енді қараңыз, тікбұрыш, үшбұрышта бізде катеттер бар. А катеті, Б катеті и гипотенуза бар, С, дұрыс па? Енді осыларға жеке-жеке тоқталайық. Ең алдымен біз мына нәрсеге тоқталайықшы. Мына нүктені мен О нүктесі деп алайын. Мына нүктені О1 нүктесі деп алайын. Осы О1 нүктесі конустың осі болады. Ал мынау көріп тұрған А катеттеріңіз, мына катет, А катет. Бұл осы конусымның несі болады екен? А тең H. H деген не еді бізде? Биіктік, яғни А катетіміз конустың несін ойнап кетеді? Биіктігін ойнап кетеді екен. Б катетіміз мына жері. Енді қараңыз, былай айналдырған кезде жаңа қандай фигура шықты? Шеңбер шықты. Осыны боялған бөлік, осы табандағы шеңбердің немесе табанның радиусы. Сонда Б тең R-ге. Оны біз не деп жазайық? Табан радиус деп жазып қойып. Табан радиус деп жазайық. Ал келесі мынау С гипотенуза, мына жер. Бұл С менде тең болады екен L-ға. L деген не? Жасаушы. Жасаушыға тең болады екен. Енді цилиндрді биіктікпен жасаушы бір-біріне тең деп көп қарастырмаушы едік. Енді бұл жақта екеуінің рөлі екі түрлі екен байқағаныңызды. Түсінікті ғой? Былай жазып қойғыш белгілеп. Мына жер Б деген R болды, радиус. А деген не болды? H болды, биіктік. С деген L жасаушы болды. Сонда H, R, L. Осы бізге ең қажетті нәрселер екен, қажетті заттарымыз екен. Енді қараңыз. Келесі тағы бір конус сызып алайын. Енді соған асықпай тоқталайық. Конусымыз сыздық. Табанның центрін белгілеп қояйын. Енді біз білесіздер, кеңістікте мына шамалар міндетті түрде жүреді. S табаны, яғни табан ауданы, бүйір бетінің ауданы, толық бетінің ауданы и соңғысы көлем. Бұларға барлығына жеке-жеке тоқталып жазып көрейік. S табан ауданы деді, радиус қойын. Табаны мынау астындағы көрініп тұрған жердегі табаны қандай фигура екен? Табаны мынау жатқан неміз, шеңберіміз. Осы шеңбердің ауданын жазу керек сонда бізге. Енді қараңыз, шеңбердің ауданы білесіздер ғой, радиус R-ға тең шеңбердің ауданы пи R-дің квадраты. Пи көбейту R-дің квадраты. Болды. Абсолютно прост, оңай. Бүйір бетінің ауданы. Бүйір бетінікі именно бізде конуста пи R көбейту L. Ал толық бетінің ауданы, толық бетіне осы табан ауданы мен бүйір бетінің ауданы қосасыздар. Екеуінде де пи R бар, жақшаның сыртына шығарып жібересіз. L плюс R болады екен. Түсінікті ғой? Ал көлемі бізде неге тең? 3-тен 1
S табан көбейту h. S табан көбейту h немесе 3/1 пи r квадрат көбейту неге тең болады? H-қа тең болады екен. Енді кез келген алдын айтқанымыздай цилиндрде де үстік қима болатын сияқты болса, конусымызда да не болады екен? Үстік қима болады екен. Конустың үстік қимасын азайғанымыз. Конустың үстік қимасын азайдық. Үстік қима деген өткені айтып еді. Табаны шеңбердің өсі арқылы қиып өтетін қимамыз, жазықтығымыз немесе. Сонда үстік қимасы қандай фигура болады екен бізде? Үстік қимамыз қандай фигура болады екен? Үш бұрыш болады екен. Дұрыс қой, көрініп тұр ғой, үстік қиманың үш бұрыш болады. Осы үш бұрыштың ауданы менде үстік қиманың ауданы не болады? Тең болады. Осы үстік қиманың ауданы менде үш бұрыштың ауданы не болады екен? Тең болады. Сыз қойын. Енді бұл жерде үстік қиманың ауданы тең болады. Табаны қандай? Неге тең? 2r-ға тең. Дұрыс па? Мынау ше 2r-ға тең. Енді қараңыз, бұл енді үш бұрыш болып тұр, көріп тұрсыз, кез келгенімен жазуға болады, негізі өзіңізге ыңғайлы. Бұл жерде үш бұрыштарда мынандай формула болады. S тең одан табуды 2/1 көбейту a көбейту сол a қабырғасына түскен биіктік деген. Дұрыс па? Осыған салам 2/1 a деген табаны еді ғой. Табаны менде міне көріп тұрса не болып тұр? 2r болып тұр. Көбейту 2r көбейту h-a дейді. Осыған түскен биіктік, ол менде конусында биіктік болады. Сонда h-ның орнына нені қоямын? Кәдімгі үлкен h-ты қоя берсем болады екен. 2 мен 2 қысқарады, көріп тұрсыздар. Сонда өз қимасы r көбейту неге тең болады? H-қа тең болады екен. Жазып алыңыздар.